Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен WorldVo арқылы жаңа сөздерді меңгертудің жолдарымен танысамыз. Іздеу жолағына WorldVo.net деп жазасыздар. Содан кейін сіздерде осындай парақша ашылады. Одан кейін мына жерде сіздерде тіркелуге арналған жолақ болады. Міндетті түрде тіркелу қажет. Өйткені сіздердің тапсырмаларыңыз барлығы өзіңіздің жеке кабинетіңізде сақталады. Мен тіркелгенмін, міне өзімнің жеке кабинетім бар екені көрініп тұр. Ендеше кеттік, бастаймыз. Создать действие дегенді басу арқылы біз сіздермен мына жерде қандай шаблонда тапсырма әзірлегіміз келеді, соны таңдайтын боламыз. Мына жерде қарап отырсаңыздар, өте көп шаблондар бар. Сыныбыңыздың қызығушылығына, материалыңызға байланысты сіз оны таңдайсыз. Сонымен бүгінгі біз жаңа сөздерді, мысалы қандай тақырып, табиғат деп алайық. Табиғат бөліміне байланысты біз сіздермен сөздерді енгізейік. Мысалы бұл қандай сөздер болуы мүмкін? Тау деп берейік. Мына жерде картинка дегенді басатын болсақ, біз сіздермен осы жерге сурет қоя аламыз. Мына жерде бірден табуға да болады. Гора деп көрдік. Осы жерден кез келген өзіңізге ұнаған таудың суретін әкеліп қоя аласыздар. Келесі тау. Тау десем, бұл тай деп қойды. Тау. Қайта-қайта өзгертіп тұр. Неге кейін біз артынан бұны өзгертіп аламыз. Одан кейін гүл деп берейік. Мына жаққа цветы. Сіздер оның синонимдарын беру арқылы немесе анықтамасын беру арқылы сіздер оны көрсете аласыздар. Өзен. Река. Суреттер арқылы түсінуға болады. Түсіне қоямыз. Жел, табиғатқа тән. Ветер. Деп көрейік. Суретті алуға болады. Одан кейін жаңбыр. Дождь. Басқа өзен сақтамай-ақ, осы жерден сіздер суреттерді қоя аласыздар. Мен әзірге бұл демо-версия болғандықтан, мен тау деген сөзіміз бізде қайта-қайта тай болып тұр. Осыны өзгертсем, негізі ондай қателік болмауы керек. Менде өзінде бір функциясын біз қоймаған сияқты. Озераға мынаны алайық. Енді сделанный дегенде басамыз. Қарап отырсаңыздар, осылай бізде суреттер шығады, және де қасына оны сәйкестендіру қажет. Көл дедік, жаңбыр, өзен, көл, және жел деп кетіп, тексереміз, бізде барлығы дұрыс. Енді біз осы шаблонның өңін өзгерте аламыз. Мынандай форма түрінде беруге болады. Яғни сіз өзіңіз бір шаблон емес, әртүрлі шаблонмен ұсыну үшін, дизайнерлік тұрғыдан әртүрлі болып отыру үшін сіз оны өзгерте аласыз. Мынандай формада, одан кейін бұлтшаларда жазыла алады. Кез келген сыныптарға өте қызықты тапсырма болады. Мінекей,
осындай формада да ұсынуға болады. Яғни міне астына тема дегенді қарасаңыз, өте көп әртүрлі формасы бар ұсынатын, сіздер оны таңдайсыздар. Келесі басқа шаблондарды, егерде бұны емес, басқа шаблонды көргіңіз келсе, мына жерде әртүрлі шаблондар бар, соны қолдануға болады. Қарасаңыз, мысалы мына лабиринт түрінде ұсынылған. Мына жерде бізде объекттер, осы қызыл объекті бізге мынау көрініп тұр, мынау сурет. Осы суретке қайсысы соған бару керек. Біз тінтуірдің көмегімен бұл объектіні оңға солға жылжытамыз. Мінекей бізде бағыт өзі көрсетіліп тұрады. Міне есікке кіреді. Егерде дұрыс болса, міне дұрыс бұл үй тапсырмасы ретінде болады. Бір жағынан ойнап отырып бала жаңа сөзді меңгереді. Келесі игровая викторина дейді. Мына жерде шығады, енді сіздер оны математика сабақтарына, физика, химия, кез келген сабаққа осындай тапсырмаларды әзірлеп алып келіп, сіздер оны оқушыларға бере аласыздар. Мінекей, және де осыны кейін сақталып тұрады. Ол сіздің жеке кабинетіңізде сақтаулы болады. Мына жерде мен өзімнің кабинетіме кірем, моя школа. Содан кейін мына жерде моя деятельностьқа өтетін болсақ, бізде мінекей жасалған жұмыстарымыздың көрсетіліп тұрады. Кейін сіз оның барлығын оқушыларыңызға мына жоғарғы жағында іздеу жолағында сілтеме тұрады. Осы сілтемені көшіріп оқушыларға жібере бересіздер. Жалпы осы өзіңіз тіркеліп алғаннан кейін әртүрлі тапсырмаларды оңай қарастырасыз.